Мен Ералиева Динара Жарылхапқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Ахманбетова Перизат Тұрғанәлі қызынан тәуелсіздік ұлы есім атты челленджді қабыл алдым. Тәуелсіздік еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шер мұң, кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің, уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алашым, азаттығым, қадірің де жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр таңы, аманат қой, саған, маған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді, желтоқсанда жалынатып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігімде ең соңғы, уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Құрметті әріптестер, сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен құттықтай отырып, осы челленджді орыс тілі мен әдебиеті пәні бірлестігінің жетекшісі Майлыбаева Қарлығашқа және 8-ші сынып оқушыларына жолдаймын. Қабыл алыңыздар.